Павлодарда Қазмұнайгаз компаниясы еншілес ұйымдарының еңбек ұжымдары арасындағы спартакиада мәресіне жетті. Дәстүрлі жарыс бұл жолы Қазақмұнай мен Қазақтың тұңғыш академигі Қаныш Имантайлы Сәтбаевтың 125 жылдығына арналды. Тамыздың 10 мен 14 аралығында өткен жарыстарға 27 команда, 600-ден астам спортшы қатысты. Спорттық жарыстар Павлодардың 9 спорт кешенінде өтті. Спартакиадаға қатысушылар спорттың 11 түрінен сынға түсті. Мұнай-газ саласының мамандары жоғары нәтиже көрсетті. Подготовка у нас была отличная. Біз жеңіске жету үшін бар күш-жігерімізді жұмсадық. Спартакиадаға қатысуға мүмкіндік берген зауытыма рахмет айтамын. Ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Әсіресе волейбол мен баскетбол алаңдары тартысты бәсекеге толы болды. Атыраудың мұнай өңдеу зауыты мен Қазтрансойл командалары жеңіс тұғырынан көрінді. Ойынға деген, финалға деген жолымыз өте ауыр болды деп есептеймін. Қарсыласымыздар мықты команда. Анымызды құрамасымен ойнадық. Осындай ұйымдастырып жатқанына Қазмұнайгазға алғыс білдіреміз. Ұлттық ойын түрлері бойынша арқан тартудан Өзен мұнай-газ командасы басым түсті. Асық атудан Ембі мұнай-газ топ жарса, Тоғызқұмалақтан Қазтрансойл мен Қазақ-түрік мұнай ұжымының өкілдері чемпион атанды. Ұжым арасындағы бірлікті, ынтымақтастықты нығайту. Ең бірінші шарасы ол 125 жылдық Қазақстан мұнайының өте зор тарихымыз бар. Биыл қазақтың көрнекті ғалымы Қаныш Имантайлы Сәтбаевтың 25 жасқа келуі. Ұлттық спорт түрлеріне, яғни асық ойнау, арқан тарту, тоғызқұмалақ сияқты спорт түрлерін енгіздік. Спартакиада жеңімпаздары жыл сайын өтетін самұрық-қазына компаниялар арасындағы дәстүрлі жарысқа жолдама алады. Қарлығаш Қасиетова, Дәулет Қошқарбаев, 24 KZ, Павлодар.